Карбон қышқылдары. Сәлем, оқушылар. Бүгін біз карбон қышқылдарымен танысамыз. Бұл органикалық химияның маңызды бөлігі. Карбон қышқылдарының құрамында карбоксил тобы бар. Ол көмірсутегі радикалымен байланысқан. Карбоксил тобы карбон қышқылдарының функционалдық тобы. Олардың саны қышқылдың негізділігін анықтайды. Оттегінің электр терістілігі жоғары болғандықтан электрон бұлты оттегіне қарай ығысады. Бұл сутегінің қозғалғыш болуына әкеледі. Бір негізді карбон қышқылдарының гомологтық қатарын қарастырайық. Мысалы, құмырсқа, сірке, пропион қышқылдары. Олардың әрқайсысының формуласы мен қайнау температурасы әртүрлі. Бұл қасиеттер құрылымына байланысты. Қышқылдардың радикалы ацил деп аталады. Органикалық қышқылдардың бірінші өкілі құмырсқа қышқылы. Ол қалақайда және құмырсқаның уында болады. Құмырсқа қышқылы өткір иісті, түссіз сұйықтық. Сірке қышқылы да маңызды. Ол суда жақсы еритін, түссіз сұйықтық. Төмен температурада мұз сияқты қатып қалады. Сондықтан мұзды сірке қышқылы деп аталады. Сірке қышқылы тағамдарға дәм беру үшін қолданылады. 70-80 ерітіндісі сірке эссенциясы делінеді. Осымен